Кімсіздер вообще? Проваливайте үйімнен. Аяжан, тыныштық сақтаймыз. Сіз кража бойынша күдікті деп есептелінесіз. Бізбен бірге бөлімшеге барасыз. Түсінбедім. Қасыңыздағы серігіңіз қайда? Жоқ ешкім. Әңгімені көбейтпейік, қалған әңгімені бөлімшеде айтамыз. Жай сөзбен киім ауыстырыңыз. Давай, ая. Брат! Бір минутқа бола ма? Болады. Нағызды көрдің ба? Жоқ. Жарайды, жақсы. Ал. Айта бер. Не айтам? Давай былай келсек. Екеуміз ұрыспаймыз. Без конфликт. Жай ғана әңгімелесеміз. Сен де, мен де бір-бірімізге не айтатынымызды жақсы білеміз. Сондықтан ондай өтірік спектакльдің қажеті жоқ. Қанша үйге түстіңдер? Қасыңдағы серіктесің қайда? Оның аты кім? Я вообще понятия не имею. Не айтып жатсың? Ей, мен дохрена уақыттан бері осы жұмыста жасап келем. Сен сияқты талайын көргем. Так что мысық құсап мияулай бермей тезірек айт. Әйтпесе детдомда көрмеген қорлығыңды көрсетем. Түсіндің бе? Айт! Мара! О, умница. Міне, айттым ғой. Біз ұрыспаймыз. Біз жай әңгімелесеміз. Так, Мара. Толық аты жөні кім? Ассалаумалейкум, брат. Bir звонокқа телефон шығамын, брат. Өшіп қабет телефон. Бір мен звондайсың ба? Ассалаумалейкум, тезка қалайсың? Мен ғой Мара, не жағдай болғанын түсініп тұрсың ғой, брат. Жо, өзім нөмір емес, бір өтікмен звондап тұр. В общем, Өзбекстанға өту керек еді, брат, маған. Шекарадан өткізбейді ғой, басқа варианттар керек еді. Жо, бір өтікмен звондап тұрам, өзім болмайды, брат. Аха, хабарын біліп тұрам. Қорқпай ала берсе бөтен нөмір бер. Жақсы, давай. Брат, телефон бере саласың ба, керек етті маған да? Ренжімеші, брат, Не болды? Түгін қашып кетті ғой. Жай, ештеңе емес, братан. Не болды? Бүгін мені көріп қалды деп, сонша қорқып жүрсің бе де? Жоқ, братан. Айтпақшы, кеше түнде не істеп жүрсің сен? Кеше? Кеше түнде ма? Қанат? Не істеп жүрсің түн жағында? Братан, магазинге шыққаным сушняк алуға. Маған темекі алуға салшы, ұмытпай. Все. Давай. Кеше темекіні әкелдім ғой. Ұйықтап қапсың ғой, братан. Сол есімде жоқ қой, короче. Ұйқыға ояу болған ба, білмеймін, короче. Бірақ сен жүргенің есімде. Кеше қорқып побег ұстап қашып баратқан жоқ па айтып? Жоқ, братан, қайда қашам? Аламан братан көрінбейді ғой. Ол жұмыстарымен бір жаққа кеткен азында. Қазір сәдінге кеп қалады уже.
Кім інім сен бүйтсей. Шай қойсай бек, шай ішіп алайық екеуміз жақсылап, ә? Кеше сабаққа неғып келмеді? Ой, ішім ауырып, бәле болды. Дәрістің ба? Конечно. Аға, мына. Чапы ұзылды. Ақшасы түсіп қалды ғой, қайтарып берейік те. Ақшасы түсіп қалса өзінен көрсін, кетіп қойсын, екі партия ойлап қойсын. Не ұрлық жасап тұрсыңдар? Өлі ағай ұрладық па? Мына жерден алдық қой. Сен кімнен түскен көрдің ғой, неге бірден апарып бермейсің? Мен қайтарып берім теген. Бірақ мынау. Чорт, сонда сен мен ұры деп. Болды. Біреудің ақшасын түскен көріп тұрып қайтарма ұрлық болып саналады. Олардың дұрыс болмады. Ондай сәтте бірден ақшаны апарып беру керек. Әлде ақшадан қиналып жүрсіңдер ма? Жоқ, жай ішіне қылмайтын жар деп ойладық. Біз болмасақ басқа біреу алатын еді ғой. Қазақша барлығына керек. Ұятшы. Ақша жетқан жерде ұятты ұмытсаң не болады? Естеріңде болсын. Шеткі бұзылса, ортаңғы үй шеткі болады. Өзің ойлап қарашы. Тура осылай сен ақшаңды жоғалттың. Біреу көріп тұрып әкеп бермесе не істейсің? Ол адам жек көріп кетем. Ал керісінше саған сол ақшаны әкеп берсеші. Иә, жақсы адам деп оған риза болып қалар едім. А сен қандай адам болғың келеді? Кешіріңіз аға, енді түсіндім. Бар қуып жетіп ақшасын қайтарыңдар. Кешіріңіз тағы да. Рахмет аға. Обязательно қайтарыңдар. Аға. Дәуіш жас бала емессіңдер ғой, өз беттеріңіз тірліксіз болатын шығар. Мен айып етпеңізші, Мәке, енді қателік менен кеттім, ойындаймын. Қателік кетті деп бас салбырап тұруды ғана білесіңдер. Бардың, удостоверениесі жоқ. Қолыңда тұр, иінін айтқыз, тексер, саппасай келе ма, келмей ма, көре салу болады ғой. Енді Мәке, кеше қанша 14 тексерді ғой, солардың бірі шығар деп ойладым ғой. Одан кейін барып күдіктендім мен. Адам болғаннан кейін ондай болып тұрады, ұрса бересіз сізді, ет алып. Жоқ, ойлашы, просто ондай адам мына өмірде жоқ, вообще жоқ. Просто сен лоқ жерді, түсінесің ба? Мәке, уайымдамаңызшы. Именно соны мен өзім ұстаймын бар ғой. Еркекше сөз беремін сізге. Еркекшең қоя тұр. Сен ананың фотороботын жасап барып. Тұр хотя бы есімде қаншыр, бәріміз танып алайық. Иә, есімде ғой. Қайсы? Жақсы. Жо настроениең жоқ қой, кейін айтып береміз. Мәке, мен кеттім онда, жұмысқа кіріп шығайын. Мора, анаң кім тергеп жатыр екен? Тиман сержант. Баяғы ма? Хана десе общем анаған, Шым айтысатын болып тұр ғой. Бір кофе бірдеңе ішіп аламыз онда. Жо настроениең жоқ қой. Саламатсыз ба? Кімді іздедіңіз? Саламатсыз ба? Тамаққа заказ берген жоқсыздар ма? Мен ба? Жоқ. Адрестен шатасып кеткен шығарсыз. Кешіріңіз. Адрестен шатасып кеткен шығарсыз. Иә, шатасып кеттім ау деймін. Мына жердің адресі қалай негізі? Республика 1. Республика 1. Иә, шатасып кеттім. Кешіріңіз, арт жақтағы үй екен ғой. Еш нәрсе етпейді. Сау болыңыз. Жақсы. Мара қазір қайда? Білмеймін. Бірақ мен кеше үйде душта кезде ол үйге кіріп кеткен білем. Но мен уже душтан шыққан кезде үйде бөтен біреулер жүрді. Мара жоқ. Жоқ. Саған ештеңе айтпады ма? Ая тез шық деді. Мен оны әзілдеп жатыр деп ойладым. Онша мән бермедім сосын. Осы уақытқа дейін қанша үйге түстіңдер? Айт! 14. Тоналған сома қанша? Бағалы заттармен қосқанда 30 миллиондай. 30 миллион. Так. Ол ақшалар қайда? Біздің жігіттер үйде түнтегенде ештеңе жоқ еді. Қайда ол ақшалар? Мара өз ақшаларын бір бөлек, ал мен өз ақшамын бір бөлек сумкада сақтадым. Үйде сумкада да, шкафта да ештеңе жоқ. Барлық тесікті қарап шықты. Қай көрге тықтыңдар? Мара? Сволочь. Мара. Не Мара?
маралып кеткеніне сендім. Сен жаңа ғана оның қайда екенін білмеймін дедің ғой. Я білмеймін. Бірақ точно маралып кетті. Тонау процесс қалай болды? Мына жердің тамақтары күшті екен, я? Мен как всегда осы көшенге келіп тамақтанамын ғой. Тамақтардың бәрі күшті. Не ма? Қыпшақ туралы маған не айтасың? Кеше дұрыстап ештеңе айтқан жоқсың. Той, сен же қадалған жерінен қан алмайды екенсің. Енді оныкі дұрыс емес қой. Сен мен ғой ол өміскі билеп тұрған. Келеді да құлағыма бір нәрсе айтады да, сен мен билеп кетерген қалай ол? Ол жігіттің маған подкаст жасап жүргеніне біраз болып қалды. О, сәлем, красавица. Әдемі қыздарға қалада жалғыз жүруге болмайды ғой. Қорықпа қарындас, адам жемеймін. Просто танысып қояйық. Атың кім болады? Есімім Қазыбек болады. Қалада Қыпшақ десең бәрі таниды. Жақсы болған екен. Қарындас. Не болды сонша? Просто танысуға болмай ма не? Вот. Сол күннен бері артымнан қалмай жүр. Үйімде де біліп алды. 3 рет квартира ауыстырдым. Артымнан қалмайды. Бір жігітпен таныса қалсам болды. Кеше көрдің ғой өзіңде. Не деген духави сол терминатор ма? Ешқандай жігіт ответкісін бере алмаған ма оны? Сен жалғыз емессің. Одан алдында 2 досыммен қырылып қалып, одан кейін араласпай кетті олармен мен. Біз екеуміз доспыз ба? Жоқ, пока что дос емеспіз. Әлі таныспыз. Айтпақшы, сен не жұмыс жасайсың? Мен ба? Мен сол майда шүйде тірліктер ғой. Кішігірім бизнес қой. Аламыз, сатамыз деген сияқты ғой. Супер. Мен де сол бизнеспен айналысамын. Светаге бір нәрсе сұрай салайыншы. Мен іздеуді бастап кетсе, по-любому тауып алады ғой, а? Ой, сен әлі қорқып отырсың ба? Қазақстанда менттердің қалай жұмыс істейтінін білесің ғой? Олар бірінші сені күдіктену керек. Потом сені талқылау керек. Потом сен оларға өзің даныған қате айттың ғой, дұрыс па? Сені іздеймін дегенше біраз уақыт кетіп қалады адам. Шын ба, братан? Менттер сен сияқты майда шүйде нәрсеге мән бермейді. Сол, братан, майда шүйде болмай тұр ғой сол. Кісі өлімі болып тұр ғой. Кісі өлім болса сен өлтірген жоқсың ғой, дұрыс па? Төгеген өлтірді. Сені как подельник ретінде іздестіру мүмкін. Бірақ іздестіру қою қинау. Так что не переживай, інім. Бірақ шынымен, братан? Рахмет, братан. Сәлде болсын жүрек орнына түсті қойшы. Інім, мотивация керек болса, прямой маған келсе, білесің ғой менде мотивация жетеді. Зонада неше түрлі мотиваторларды көрдік қойшы. Болды, братан, рахмет. Короче, Айдар келесі сапар мен Астана кетіп тұратын. Жайше ма? Тапсырма ғой, командировка. Болды, түсін. Мен жоқ кезде өзің басып тұру болсын мына жерге. Обязательно. Так, на фото ғой. Шарт келді. Кеше 14 ор күдікті ғой. Сен мұны дандайын алдым дегені ғой? Айдар еске түсірміш. Азында осыған бола талай не сұқырт олды. Осын соңына түсу көреген. Кім бұл? Қайдан жүрген адам? Неғып жүрген адам? Қылмыскер ма? Күдікті ма? Или әшін жүрген біреу ма? Че там, Роз келеміз бен? Пока қоя тұр Роз. Өзім соңына түсіп зерттеп көрейік. Машинасының нөмірін жазып алдың ғой, Бәлі, оны да істемегесің ба? Жоқ.
қашан далаға кетті. Дәулет, неғып постоянно тупить етіп жүресің? Білмей қалдым ғой мен. Кеше ана 14-тердің бәрін тексеремін деп ми ашып кетті ғой. Оның үстінде бұл факт емес қой, осы ма, осы емес па? Қойшы, Дәулет, ақтамашы өзін. По-любому не прапсың ғой? Күдікті нәрсе байқадың ба, жазсай болды ғой. Мақұл, сендер-ақ мықтысыңдар, мен-ақ қателестім, болды ма? Неғып тырысып атсың енді? Неғып отырсың сен, біз отпаймыз ғой мына жерге, бар. Нең бар одай? Қай жерден көрдің бұл? Спортивный район жақта жүрген. Өзің қандай бизнеспен айналысасың? Менікі де сол, майда шүйде. Салон жүргізем. Одан бөлек сауда саттықпен айналысам. Жақсы, жақсы. Отбасың қайда? Отбасым әкеммен араласпай кеткен. Содан бері үйге барған жоқпын. Ал анаммен жиі араласам. Әпкем басқа қалаға кетіп, сол жақта тұрмысқа шығып, одан бері көрген жоқпын. Өзіңше, отбасың қайда? Жоқ. А? Олар жоқ. Әкем кішкентай кезде қайтыс болып кеткен. Анам осыдан 1 жыл алдын қайтты. Ағам бар еді. Енді ол да жоқ. Кешір, мен білмедім. Жоқ, нормально. Мен уже үйреніп қалғам. Көзден кетсе, көңілден де кете береді екен ғой. Не оған отморозок не істейміз айтпақшы? Сен былай қыл. Мен жанынан шықпай жүре бер. Сосын сен оны емес, ол сені іздеп келеді. Мынау жақсы идея екен, Қалжыңдайын. Қазір кеше Греса бардағы балаға хабарласып көрейік. Сол білуі керек. Мен сенен тағы да сұрайым. Тонау процесс қалай болды? Мен ұрлыққа түспейм. Мен жай сырттан бақылап жүрем. Ал Майра ішке кіретін. Так. Тоналған үйлерді не үшін жинап жүрдіңдер? Полицияны шатастыру үшін. Қалай сонда? Егер біз үйді жинап кетсек, үй иелері еш нәрседен күдіктенбейді. Кейін біраз уақыттан кейін жоғалған заттарды іздей бастағанда, бірақ полицияға шағымданады. Осылайша біз уақыттан жеңіп жүрдік. Мынандай баспен не үшін ұрып жүрсіңдер? Дені дұрыс жұмыс істеуге де болатын еді ғой. Ақшасын көп берсе жұмыс жасайсың. Басқа жұмыстарды айтпай қояйын. Азынан кешке шейін белін бүкірейіп жүреді. Ал төлейтін ақшалары даже 1 айлық квартираның ақшасына жетпейді. Зато адал еңбек. Бұндай адал еңбекке түкіргенім бар екен. Лучше анау шөпкет шарлардың үйін тонап, солар сияқты шетелге қыдырып жүргеніміз дұрыс емес па? Все, қысқарт. Түсінікті. Өкінішке орай, ешқандай да шетел жоқ. Темір тордың ар жағында отырып, елестетуіңізге болады. И как поенді, брат? 1 апта дейсің ба? 1 апта қайда барам мен? Тау болса ертең аналар. Тағамалын қарап көрші, брат. Саған сеніп отырмын. Білесің ғой, көмектессең рахметім болады ғой. Жақсы хабарласам. Да. Қандас, рахмет. Жеги, короче, бүгін түсетін магазин жаңа барып, полный тексеріп шықтым. Іші, сырты, район, заттар. Өте опасный, но рисковать етуге стоит сияқты. Братан, мен не істейін? Сен бүгін түнде бізбен бірге барасың, Шитста тұрасың. Бүгін удачный тонау атсақ, ертең жолға шық. 1 айда ешкімге көрінбей жүре тұр. Дела басылса қайттан келесің ғой. Сосын бізде тағы бір проблема болып тұр. Камераларды өшіре алмайтын сияқтымыз. Қалай сонда? Ана жерде өшірсең өте опасный. Көп камера. 5 минутта подкрепление жетіп келеді. Сол үшін қолайлы уақытты тауып, сол уақытта түсу керек болып тұр. Сонда қашан түсеміз? Түнгі сағат 3 пен 4-тің арасы нормально сияқты, бірақ кешкі сағат 8-дерде барып, сол жақта жүру керек. Байт, братан, 6 сағат ерте барамыз ба? Түрмеге түскің келмесе барасың. Бірақ онда мен телефонымның зарядкасын толтырып алғым келіп. Братан, неге 6 сағат ерте барамыз? Ол жақта адам көп жүреді. Сол кешке адамдардың арасымен білдіртпей камера жоқ жерлерге тұрып алу керек. Сосын түнде уақыт жеткен кезде ішке маскамен кіреміз.
заттарды алып шығамыз, сызып қаламыз. Түсінікті ма? Гоша, сен камераларды өшірмейтін болдың ғой, ішке екеуміз кіреміз. Все. Кана, сен шетіста тұрасың. Бір нәрсе байқайсың ба, бірден рациямен хабар бер. Түсінікті ма? Сосын біз шығатын кезде 2 минут алдын саған хабарласамыз. 2 минуттың ішінде магазин алдында бізді алып кетуге дайын тұр. Машинаның нөмірін шешуді ұмытпа. Болды, браған. Так, онда жиги, заттарың бәрін дайындап алыңдар жақсылап кешке. Кешке шоу болайын деп тұр ғой үшін. Әке, мен мына дело бойынша кетіп бара жатырмын. Кешегі жүрген жерлердің камераларын бәрін қарап, в общем, іздестіремін полный. Все түсінікті. Сосын не ғой, әке, бір жолға кешіріңіз енді, қайталамайды енді бұдан былай. Жоқ, дәуіш, сен мен жақын досымсың. Бірақ достығымен жұмысымен ғой. Болмайтын жерде подавать еткізіңдерші. Біздің жұмыс ұйқысырап отырып істейтін жұмыс емес. Бір қателік қаншама деланы қиындатып тастайды. Оны менен де жақсы білесің. Енді мына қолдағы дела мұқият болу керек, болды. Все түсінікті. Сосын аптан аяғында мен Астанаға кетемін. Мен жоқ кезде Айдар бастырады бөлімшеде. Хорошо. Болды. Сәттілік. Оның қайда тұратынын біліп алдым. Не істейсің? Білмеймін әлі, ойланған жоқ ма оған? Абайлаш. Сен мен уайымдап тұрсың ба? Жоқ. Я. Кішкене бір түрлі болып тұрмын. Абайлашы. Сен кеше көргеннен бастап өзіме жақын тарттың. Сол себепті үйіме алып келдім. Жаман ойлама. Тек дос ретінде. Ой, я. Айтпақшы, қайда тұрасың? Мен осы қалада тұрам, орталықта. Жалғыз? Жалғыз. Жақсы. Мен қайттым онда үйге. Жарайды, рахмет саған. Оқасы жоқ. Егер бірдеңе керек болып жатса, хабарлас. Окей. Кет сен шарп салайын да. Кеттік. Бәрін мойындады. Іс сотқа өтті. Енді бізге қалған серіктесін табу керек. Серіктесі кім екен? Беркінбай Марат Санатұлы. 1996 жылғы Шымкент қаласының тумасы. Марат? Иә, танушы ма едің? Жоқ, брат, айта бер. 14 үйге ұрлыққа түскен. Жалпы саны 30 миллионға жуық ақша ұрланған. Қыздың айтуы бойынша ол тек шетіста сыртта күтіп тұрған. Ал ішке Мараттың өзі кірген. Енді біздің мақсатымыз сол Маратты табу керек. Егер оны табатын болсақ, біз білмейтін біраз қылмыстың беті ашылуы мүмкін. Тыныштық па, Айдар? Тыныштық қой. Естің ғой, жердің астын қазамыз, әйтеуір Маратты табамыз. Осы қолға алу керек. Все. Аскар 17 брат. Отыр. Так, қыпшақ. Осы екен ғой сен тұратын жер. Так, не бар екен енді тексеріп шығайшы. Анашымның айтқан әңгімесін, әкешімнің берген тәрбиесін сағындыра берді неге